Ник Вуйчич, өмірде шектеу жоқ. Кіріспе. Менің атым Ник, жасым 27-де. Аяқ-қолсыз дүниеге келсем де, тағдырыма өкпем жоқ. Адамдардың рухын көтеру ниетімен шартарапты шарлап жүрмін. Адам баласының арманға жету жолында сенімі мен үмітін, махаббаты мен батылдығын қару етуге үгіттеймін. Бұл кітапта өз өмірімнен сыр шертемін. Әрине, кейбір сынақтар менің маңдайыма ғана жазылды. Дегенмен оның бірқатары сізге де жат емес. Басқа түскен қиындықты жеңіп, проблемаңызды шешу үшін сізге жігер бергім келеді. Өміріңіздің мәнін тапқаныңызды қалаймын. Себебі өмір адам баласына берілген ғажайып сый. Иә, өмір көбіне бізге әділетсіз болып көрінеді. Қиын кезеңде мен күрмеулі сәттер көңілімізге күдік ұялтады, қорқытады. Бұл маған өте таныс жағдай. Бірақ Інжілде кез келген қиындыққа тап болғанда, одан кіршіксіз қуаныш таба біл деп жазылған. Мұны ұғыну үшін маған өте көп уақыт қажет болды. Енді оны жақсы түсінемін. Өз тәжірибеме сүйене отырып, сізге өмірдегі ең қиыны өзіңізді түсіну және басқаларға қол ұшын беру екенін айтқым келеді. Менің ата-анам дініне берік христиандар. Алайда дүниеге келген ұлының не қолы, не аяғы жоқ екенін көргенде, Құдайға мұндай баланы не үшін жаратты деп күмән келтіріпті. Алғашында мен сияқты баланың үміті де, болашағы да жоқ деп түңіліпті. Мені енді толыққанды қалыпты ғұмыр кеше алмайды деп ойлаған екен. Алайда менің қазіргі өмірім әлде қайда жақсы. Бір кездері мұндай өмір туралы тіпті армандауға да қорыққанмын. Күн сайын адамдармен телефон, электрондық пошта, хабарлама, әлеуметтік желі арқылы сөйлесемін. Қонақ үйде, әуежайда, ресторандарда адамдар мені қаумалап алады. Мені құшақтап, өмірлерін өзгертуге көмектескенімді айтады. Бұл жаратқанның шексіз сыйы. Мен сондай бақыттымын. Маған берілген сынақтың жай ғана ауыр жүк емес, тағдыр сыйына айналатынын, мүгедектігімнің басқа жандармен араласуға, оларға қолдау көрсетуге, жабырқау жанына жұбаныш әкелуге мүмкіндік беріп, адам сенгісіз жетістіктерге жол ашатынын ата-анам да, мен де ең бір асқақ армандардың өзінде де елестетіп көрмеген едік. Иә, өмірім оңай емес, бірақ мені жақсы көретін туысқандарым бар. Құдай маған нұрлы ақыл, жүрегіме шынайы әрі терең сенім ұялтты. Сіздерден ештеңе жасырмай, басымнан өткен ауыр кезеңдерден кейін сенімнің қалай орнығып, өмірдің мәнін қалай түсінгенімді айтып беремін. Жасөспірім кезде бұл бәріміздің болашағымыз туралы ойлай бастайтын кезіміз. Өмірден түңілген сәттерім болды. Ешқашан қалыпты адам бола алмайтындай көріндім. 12 мүшемнің басқалардан еш айырмашылығы жоқ деп өзімді алдау мүмкін емес еді. Басқа балалар сияқты жүзуге, скейтбордпен сырғанауға тырысатынмын. Бірақ мен үшін қиынға түсетін дүниелердің көп екеніне көзім жете түсті. Қатыгез балалар мені құбыжық деп атайтын, араласқылары келмейтін, ал мен өзімді қатардағы бала ретінде сезінетінмін. Бәрімен тең болғым келетін, бірақ бұл менің еркімдегі дүние емес еді. Балалармен достасқым келетін, бірақ ешкім маңыма жақындамайтын. Қатардағы бала болғым келетін, бірақ қолымнан келмейтін. Шақшадай басым шарадай болды, жүрегім езілді, тұңғиыққа баттым, өзімді бақытсыз сезіндім. Өмірдің мәнін көрмедім. Жақындарымның мойнына ілінген артық жүк екенімді ойлап қайғырдым. Санамды жаман ой шырмады. Қасымда туыстарым болса да өзімді жалғыз сезіндім. Бірақ мен қателескен екенмін. Сұрықсыз балалық шағымда ең көп жақсылықты туыстарымнан көріппін. Бірақ ол кезде мұны түсінбедім бе? Сезінбедім бе? Жоқ, ол жайында айтсам білмегенім, түсінбегенім бір кітапқа арқау болар еді. Мен сіздерге тағдыр тәлкегінің екінші жағын көрсеткім келеді. Ол жағын көрсеңіз, бұрынғыдан дамықты, әрі табанды боласыз. Өміріңіз өзгеріп, өзіңіз елестете алмайтындай бақытқа кенелесіз. Егер бір нәрсені істеуге ниет пен құлшыныс болса, егер сол бір нәрсені Құдай қаласа, онда сіз міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Бұл өте маңызды. Шынымды айтсам, өзім де бұған көп сене бермейтінмін. Егер интернеттен кездесулерімді көрсеңіз, мені қуаттандырып тұрған бақыт ұзақ жолдың нәтижесі екенін байқайсыз. Алғашында өзіме керек дүниенің ешқайсысы менде болған жоқ. Бойымда жоқ қасиеттерді мен біртіндеп жинадым. Маған шектеусіз өмір сүру үшін мыналар қажет еді. Өмірдің мәнін кәміл түсіну, шексіз үміт, Құдайға және оның шексіз мейіріміне сену, махаббат пен өзіңді бір қалпыңда қабылдау, өмірге деген оң көзқарас,
рух, өзгерістерге дайын болу, жылы жүрек, мүмкіндік іздеу, тәуекелді бағамдай білу және өмірге күле қарау, адамдарға қызмет ету. Кітаптың тарауларында осы тізімді тарқатамын. Осы қағидаларды өмірде қолдана алатындай жазуға тырысамын. Бұл кітап арқылы сізге Құдайдың шексіз мейірімді екенін айтқым келеді және өмірде сол мейірімнен құр қалмасаңыз екен деймін. Егер сіз күн сайын өмір үшін күресетін жандардың бірі болсаңыз, менің де өмірімді бір ойлаңыз. Өмірдің мәнін түсініп, айқын мақсат қою арқылы ғана мен осы күнге жеттім. Әр адам өмір жолында түрлі қиындықтарға тап болады, сүрінеді, құлайды, тұруға дәрменім жоқ деп ойлайды. Бұл маған таныс сезім. Көбімізге де таныс. Өмір күрделі құбылыс. Қиындықтарды жеңген сайын біздің күшіміз арта түседі. Сондықтан жаңа мүмкіндіктер сыйлаған Құдайға алғыс айтқанымыз абзал. Адамның өз айналасына қалай әсер еткені және өмір жолын қалай аяқтағаны маңызды. Мен өз өмірімді қалай бағаласам, сіздердің де өмірлеріңізді сондай құнды деп білемін. Біздің алдымызда ғажайып мүмкіндіктер бар. Не айтасыз, достым? Сол мүмкіндіктердің есігін бірге қағамыз ба? Адамның өмірде айналасына қалай әсер еткені және өмір жолын қалай аяқтағаны маңызды.